Қайырлы күн. Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылындағы Қарғалы номер 3 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Рахманбергенова Балнұр Әбілқасымқызы. Бар білімнің, ғылымның бастауы болған бастауышта мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіннің білім әлеміндегі алғашқы есігі ашылады. Оқуға, жазуға, сөйлеуге, сыни ойлауға деген дағдыларының да қалыптасатын ортасы мектеп. Мектеп оқушы үшін білім ордасы. Бұл ортадағы оқушының әрбір жақсы әрекеті оқушы үшін жетістік болса, бастауыш буында қалыптасатын білім, білік дағдыларының жақсы дамуы мұғалім жетістігі. Сондықтан мен бала оқушыдан дана оқушы шығаруды басты мақсатыма айналдырдым. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық қызметтің басты ұстанымдарының бірі оқушыны жүрекпен жақсы көруден бастау алады. Оқушы мен мұғалім бір-бірін жақсы көрмесе, мықты ұстаздық білімнің де, марапаттың да пайдасы болмай қалады. Оқушыны жақсы көру дегенім, қандай жағдайда болмасын жақсы көзбен қарау. Оған өзгелер күлмесе де күлімдеу. Тапсырманы дұрыс орындамаса, көңілін түсірмеу. Мейіріммен қарау. Тіптен амандаспаған күнде де қал жағдайын бірінші болып сұрау. Мен осылай ғана оқушы жүрегінен жол тауып келемін. Бастауыш буыннан бастап оқушы бойындағы кез келген қабілетті ашу мұғаліммен, мектеппен тығыз байланысты. Менің мектебімдегі оқушы үшін жасалған жағдайлар жеке тұлғаның дамуына бағытталған үлкен мүмкіндіктер деп санаймын. Әрбір оқушы дарынды. Олардың бойындағы қабілеттерін ашуда тек оқу жазумен шектелмей, оқушы қызығушылығын ескеремін. Әр сабағымды қызықты өткізуге тырысамын. Олармен бірге ойнаймын, қуанамын. Мұғалім мектептің жүрегі. Мұғалімнің шеберлігі мен шығармашылығының шыңдалуы қызметіне деген сүйіспеншіліктен туады. Мұғалім деген атаққа лайық болу үшін оқушы жүрегінен жол таба білу керек. Мен оқушыларымның санасында менің мұғалімім деген алтын әріппен қалатын атқа лайықты болуды армандаймын. Ал арманыма жетуге менің жүрегімдегі мектебім көмектеседі.